Bismillahirrahmanirrahim. Hurmetli jaxsılarım, barşаңызға Allah'ın nuru жаусын. Allah'ın en жақсы көретін пендесі бұл кішіпейіл, қарапайым, простоy адам жақсы көреді екен Алла Тағала. Ал ең жек көретіні тәкаппар, менмен, біздің тілмен айтқанда кісі. Бұны Алла Тағала жек көреді екен. Міне бір кісі бүркіттен сұрап жатыр дейді да. Sen sonçalıkta biyikke ұшқан кезде басың айналмай ма деп та. Сонда бүркіт айтып жатыр дейді да. Мен адам бедім дейді да. Сәл көтерілсе өзінен кетіп қалатын дейді да. Алла тәкаппарлықтан сақтасын. Мысалы, қазақта сөз бар. Sen үстінен жаншып басып жүрген шөптер дейді. Bir күні келіп сенің мазаратыңның үстінде өсіп тұруы мүмкін дейді да. Сол үшін бір кездерде құс құмырсқаны тауып алып жейтін болса, кей кезде сол өлген құсты құмырсқалар жеп жатады дейді. Сол үшін Алла Тағала біздерді тәкаппарлықтан сақтасын.